И барлықтарыңа сәлем достар, сіздерге мен болсам, короче достар, бүгінгі видеода мен МКП-нің плюс және де минустарын айтатын боламын. Осы видео ұнап жатса лайкны смело басып, артына жылып кет, ал біз көп созбай видеомызға қарай кеттік. Go there. И және достар, енді короче мен ең алдында плюстарды айта кетейін. Бірінші плюс ол сендер МКП-де өздеріңе өте тез өздеріңе өте керемет бір дос тауып алу өте оңай десем де болады. МКП-де бүкілі бір-біріне көмектеседі десем де болады. Так что сіздердің іштеріңіз ешқашанда пыспайды, бұл жақта дос табу өте оңай. Ал келесі МКП-де даму өте оңай десем де болады. Сіз МКП-де өте тез дамуыңызға үлкен мүмкіншілік бар десем де болады. Өйткені МКП өте қатты үлкен комьюнити емес, так что сіздер МКП-де без проблема өте тез дамуға сіздерде үлкен мүмкіндік бар. Ал келесі МКП-де ақша табу өте оңай десем де болады. Ешқандай монеткасыз МКП-де ақша табу өте оңай. Мысалы, пиар, сообщество, ава, шапка, прям превью. МКП-шында тез сатып алады десем де болады, достар. Так что МКП-де ақша табу өте оңай десем де болады. Ал енді минустарға келетін болсақ, достар, МКП-нің бірінші үлкен минусы ол әрине достар, не десеңіздер, бірінші МКП-нің минусы ол желание. Сіздерде МКП-де желание өте тез азаяды десем де болады. Так что МКП-ні күнде ойнап тұрыңыздар, күніне хотя бы 30 минутта ойнап тұрыңыздар, сол кезде сіздің желанияңыз аша түспейтін болады. МКП-де желание түсуі әбден мүмкін десем де болады. Ал келесі актив. Сіздерде МКП-де активіңіз бізде көп болады, бізде кішкентай болады. Мысалы, бір күні актив жаман бола ма, одан кейін сразу үлкен болып кетеді. Бір күні жаман бола ма, үлкен болып кетеді. Солай десем де болады, бірақ көбінесе жаман болып кетеді. Егер де сіздер бір апта видео шығармасаңыздар, сіздердің активіңіз прям 100%-ға құлайды десем де болады. Ал келесі әрине идея. Егер де сіздер өзіңіз бір әдемі идея ойлап табасыздар, және де оны бір МКП-шір сізден сұрамай, оны бір өзінің каналына салу мүмкін. Үлкен минус десем де болады, соның кесірінен сіздің желанияңыз прям жаман қатты түсіп кетеді. Ал және достар, короче, міне біздің осымен видеоролик аяқталды. Мен бұған өте қатты тырыстым. Өте қатты емес, но тырыстым десем де болады. Егер сен дәл осы моmentке дейін көрсең, нәски деп жазып кет. Хэштег нәски. Хэштегті ұмытып кетпеңдер. Хэштег нәски деңдер. Дәл сол кезде мен рандомда 30 мың коин жіберетін боламын. Рандомда 30 мың коин. Прям серьезно, достар, серьезно. Давайте, достар, осы моментке көрсең хэштег нәски деп, ал біз видеомызды аяқтаймыз. Давайте.